Gel мың теңге бер. Sen kimge ergesi dursun? Мың теңге. Ben- Bak. Elim durdu söylemeyit bana. Yok sen kimge ergesi dursun? Мың теңге бер әкел. Vermeyeyim. Мың теңге бер. Vermeyeyim. Бер деймін sana. Vermeyeyim. Vermeyeyim ne istiyorsun? Мың теңге бер. Мың теңге бер. Vermeyeyim bana Vay göre bak. okşa. Әкел маған мың теңге бер. Güzel ayıp oturum vermeyeyim ben. Мың теңге бер. Міне бұл үйдің айналасында осындай арақтың бөтелкелері өте көп. Үлкен Шыған ауылына келдік. Бұл жерде маскүнем әке, айқай шудан қажыған ана және 4 кәмелет жасқа толмаған баланың құқығын қорғауға кірісеміз. Өкінішке қарай барлық өңірлерде жұмыс істеп жатқан отбасын қолдау орталықтары немен айналысып жатыр деген сұрақ туындайды. Өйткені бұл отбасындағы кикілжің бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Тіптен ана мен бала орталығында 6 ай барып бала шағасымен ана паналаған, бірақ одан ешқандай нәтиже жоқ. Жаным ашып кетеді атама қарап. Не бізді сыйдырманды 4 баламен. Пенсия пособияның уақыты түскен кезде біледі ғой мен 4 балаға ақша алатынымды біледі. Келеді да менен сұрайды. Ақша бер маған дейді. Мен ақша жоқ деймін. Содан қарғын ұрыстың бәрі содан шығады. Балалардың 3 балаға үшеуіне де каспи ашып қойған болатын. Сабақтан асханадан бірдеңе алып жеңдер деп. Соңында кейінде балалардың каспиini қоймайтын болды. Соларға дейін тартып алады ғой каспиіндегі ақшаларын. Сау кезінде сен бізді ұрдың, балаларды ұрдың деп айттыңыз ба? Сау кезінде айтсаңыз, мен ұрған жоқпын ғой, мен құр айғайладым ғой дейді. Құр айғайладым, мен үйтіп айттым, бүйтіп айттым, мен жіндемеспін ғой дейді. Содан кейін қайтадан ішіп алады. Одан кейін сендер мені мас екен деп ойлап жүрсіңдер, үйттіңдер, бүйттіңдер. Сол бұрынғы өткен кеткен темаларды көп қозғайды.